Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін мен осы видеороликта іш қату мәселесімен сөйлесетін боламын. Көп адамдарда қаз проблема. Екінің бірінде іш қатады деп айтсақ та болады. Мысалға маған келетін пациенттің көбісінде айтады: доктор, мен туалетке бара алмаймын, үлкен дәретім жоқ. Негізі адам баласы күнделікті түрде үлкен дәретке бару керек, ол нормада, кемінде бір рет бару керек. Ол сіздің іш құрылысыңыз дұрыс жұмыс жасап жатыр дегенді білдіреді. Ал егер небәрі 1-2 күн бармайтын болсаңыз, оның өзі дұрыс емес. Негізі көбінесе пациенттерім гастроэнтерологтарға барған кезде айтып жатады: 3 күнге дейін туалетке бармаса нормально деп. Ол нормально емес. Адамның іш құрылысы сағат секілді жұмыс істеу керек. И физиологически нужда үлкен дәретке деген күнделікті болу керек. Особенно көбінесе бір уақытта болады. Кейбіреулер кешке отырады, кейбіреулер азанда отырады, ол норма. Сол себепті мен осы видеороликта мен сіздерге нақты дәрілерді айтатын боламын. Қолдансаңыздар, іш қату жоқ болады. Үй жағдайында не қолдансаңыздар болады айтамын. Және де сіздермен мен медицинский статьялармен бөлісетін боламын. Өте қызықты видео болады. Және тесік ішек синдромы деген зат бар. Тесік ішек синдромы деген синдром дырявого кишечника деген орысшаға аударылады. Ішекті құртатын 5 қателік туралы айтатын боламын. Сосын біздің ішегімізде қандай қателіктер болып жатыр біздің өмірімізде, что біздің ішектеріміз дұрыс жұмыс жасамайды. Ал видео өте маңызды болады. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіз міндетті түрде. Ал мен бастаймын. Ең бірінші проблема. Мен жалпы айтқан кезде, ішек проблемасына келген кезде мен 5 проблеманы анықтадым. То есть маған келіп жатқан пациенттермен сөйлескен кезде, оларда мысалы қандай проблема? Біріншісі, суды аз ішетінін көзім жетті. Мысалға мен келіп жатқан пациенттермен сөйлескен кезде айтады: доктор, мен су ішпеймін дейді, тек қана чай, кофе ғана ішемін, болды. Осы бірінші проблема осында. Диаграмма қарау бойынша мысалға не үшін іш қатып қалады су ішпеген кезде? Ол мынада 80% адамның өті судан құралған, түсінесіз ба? Ол жидкость, сұйықтық секілді. Су ішкен сайын өтіңізде сұйық болады. Егер су ішпейтін болсаңыз, өтіңіз қою болады, түсінесіз ба? Сол себепті өтіңіз сұйық болған сайын ішіңіз қатпайды. Және де мынау су, особенно мынандай техника бар. Техника 2 стаканов деген бар. Оны біз азанда тұрған кезде обязательно барып кофе ішпеңіз, болмаса шай ішпеңіз, ол өте зиян болады сізге. Азанда тұрған кезде таза су 2 стакан ішетін болсаңыз, небәрі 15 жарты сағаттың арасында уже сіз үлкен дәретке баруыңызға итермелейтін болады осы әдет. Небәрі бір апта істеңіз, бір аптадан кейін маған айтасыз, шынымен сізге көмектескен жоқ па? Өйткені осы бір затты істеу арқылы ғана іш қату деген проблемадан негізі арылуға болады, егер дұрыс істейтін болсаңыздар. Ішетін суларыңыз мысалы стаканда болу керек. Примерно мына сияқты ше. Мынау мен медсестрам десең, осындай стаканда болу керек. Жылы су болу керек. Жылы су құясыздар, 2 стакан ішесіздер азанда, аш қарынға, түсінікті ғой. Содан кейін бұл бірінші қателік. Су ішпеу. Екінші қателік, және екінші айтқан кезде болатын зат, көбісі пациенттерде ол дұрыс тамақтанбайды. Дұрыс тамақтанбауға не кіреді дейтін болсаңыз, өте ауқымды зат, бірақ мен түсінікті болу үшін тез айтып шығайын. Біріншіден, ешкасы бар тағамдар жеу кіреді. Көздеріңіз мынандай болып отқан. Бірақ мен каналымды күнде көріп жүрген болсаңыз, сіз ешка деген затты түсіндіңіз не екенін. Ешка дегеніміз консервілер, консерванты бар, барлығы зат ешкаға жатады. Мысалға, сүт бұзылып кетпеу үшін консерві қосады, 1-2 апта, болмаса 6 айға дейін анау бұзылмайды сүт. Магазинде тұрған сүттер, мысалға консервант па? Консервант.
Одан бөлек айрандар мысалға, иә, там 6 айлап тұра береді. Консерва ма, ешкі ма, ешкі. Колбасный изделия, шұжықтар мысалға 3 айлап тұра береді, бұзылмайды. Құрамында не? Химикаттар, ешкалар. Оның барлығы біздің ағзамызға ракқа дейін алып келетін компоненттер бар оның құрамында. Сол себепті ешкі жейтін болсаңыздар, сіздердің шектеріңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Содан кейін ГМО продукттар. Өте қызықты, мынау бір видео тауып алдым. Мына жақта натуральный продуктымен помидорды алып кесіп қараған и ГМО продукт помидор. Көрдіңіз ба қалай? Анау құрт сияқты жыбырлап жүр судың ішінде мысалға. ГМО помидор. Не үшін? Өйткені анау суды, әшейін су емес, ол тұзды су. Специально тұзды құяды, а тұз білесіздер ғой, бактерия өлтіретін зат. Тұз дегеніміз. Ана ГМО продукт саған кезде ана тірі сияқты. Демек, ГМО продукты өзінің генетикасы дұрыс емес, және де биологически активный, да? Ну, в общем, мына қорытылмайды ғой айтқан кезде ГМО продукттар. И генетически ошибкалар шығару мүмкін ағзаңызда. А ол балдарыңызға берілуі мүмкін, ну, будущий поколение дейді ғой, болашақ балдарға зиян алып келуі мүмкін, және ағзаңызды құртуы мүмкін, түсінесіз ба? Сол себепті ГМО продукты еш уақыт жемеңіз. Мысалға, қыстың күні ешқандай помидорын жеудің қажеті жоқ. Қыстың күні арбуз жеудің қажеті жоқ. Оның бәрі химия, түсінесіз ба? Содан кейін фастфуд. Быстрый питанияның барлығы категорически болмайды. Енді редком случае айына там бір рет болсын там допускается. Ладно, там бірден, ну, постоянно жеуге болмайды бұны. Өйткені ол отрава, түсінесіз ба? Ол яд, былай айтқан кезде. Содан кейін нан мен сүт өнімдері. Нан, глютен, целиакия деген ауру тудырады мысалға. Глютен дегеніміз не? Былай айтқан кезде глютен дегеніміз біздің ішек болатын болса, ішегіміздің осындай ворсинкалар бар. Көріп тұрсыз ба, ворсинка? Осы ворсинкаларға тұрып қалады нан бәрін жабыстырып тастайды. Содан бізде не пайда болады? Аутоиммундық неше түрлі аурулар пайда болады. Сүт өнімдері. Сүт өнімдері де мынау ішті қатыратын заттар болып табылады негізінде. Сүт өнімдер, особенно сүттің өзі. Айран наоборот ішті жүргізеді, сүт наоборот қатырады. Бұл екінші қателік, осы заттарды көп қолдану. Үшінші қателік ол бізде дәрі-дәрмек қабылдау болып табылады. Қандай мысалға, НПВС дәрілер. НПВС-ның ішіне барлық дәрі кіреді. Мысалға, цитрамон, аспирин, парацетамол, бәрі НПВС, то есть обезболивающий препараттың барлығы НПВС-ға жатады. Оның барлығы ішекті құртады. Ішектің именно осындай ворсинкаларын көріп отқандарыңыздай, ворсинкаларын бәрін бытшысын шығарады. Осындай тесік қылдырады, көріп тұрсыз ғой, Қараңыз қандай тесіктер. Негізі мынандай бүтін болу керек ішектің ворсинкалары. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ашық. Не үшін? Өйткені дәрі-дәрмектер құртады. Тек дәрі-дәрмек қана емес, жалпы мен қазір айтатын боламын, қазір көре беріңіз, Глюкокортикостероид екінші дәрілер. Глюкокортикостероидтарға не жатады? Мысалға, метипред, преднизолон, неше түрлі гормондар, дексаметазон деген сияқты. Мынау врачтар өте жақсы көреді ондай дәрілерді. Иммундық жүйені подавлять етіп тастайды, түсінесіз ба? Иммунитетіңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Воспаленияны күшті снимать етеді, конечно, но побочкалар өте көп. Соның бірі ішек құртады. Просто ашып оқып көріңізші, несін. Там инструкциясын, көзіңіз банка болады. Содан кейін антибиотиктер ішекті құртады. Жақсы көреді. Көбінесе мен пациенттерім бұрында мен участокта жұмыс істеген кезде маған пациенттер келетін да, ей балам, маған антибиотик жазып берші, мұрнымнан су ағып қалды, антибиотик жазып берші. Мұрнынан су аққанға антибиотик. Мен қолым ауырып тұр, буындарым ауырып тұр, маған антибиотик жазып берші дейтін адамдар бар. Қандай антибиотик буын ауруында салынады? Қандай антибиотик мұрын аққан кезде салынады? Ешқандай антибиотик салынбайды ондай кезде. Антибиотик экстренный, тяжелый жағдайларда, когда уже гной, ірің, температура, осложнение кетіп жатыр.
пневмония мысалға салыңыз, басқа жағдайда керек емес. Тұмаудың өзінде қақтың антибиотик, тұмауда антибиотик салудың керек емес. Міне мынандай қылады антибиотик, шектеріңізді тесіп тастайды, мынандай тесік болады. Содан кейін целиакия ауруын тудыратын, жаңа мен айтып кеткен наннан жасалатын, кондитерский жасалатын заттар, мысалға там торттар, неше түрлі выпечкалар, оннан жасалатын продукттар, бәрінде глютен былайынан, сахар былайынан, все, ішегіңіз өлді. Содан кейін алкоголь, арақ, шарап, бүткіл бәрі, этанол деген зат бар. Этанол деген қанға түскен кезде қаныңызды жабыстырып тастайды, мынандай клей сияқты. Конечно, ауру боласыздар. Адам баласы қалай ауру болмайды одан? Ішекті тоже бытшын шығарады. Содан кейін ортофосфоры бар сусындар. Мен атын айтпай қойын, өйткені бұл видеоны заблокировать етіп тастауым, сол себепті былай айта салайын. Қара сусын жалпы айтқан кезде, газдалған сусындарда ортофосфор қышқылдары бар. Омен даже радиатор тазалайды, источниктар, ремонтниктар. Болмаса асфальтты жуады, кондиционер тазалайды. Ортофосфор қышқыл деген кислота, темір ерітетін, түсінесіз ба? А ол ішекке түскен кезде не болады? Не үшін біздің балдарымызда аллергия қазір? Не үшін біздің балдарымыздың бәрін мұрнынан соғады? Не үшін қайта-қайта ауыра береді? Не үшін иммунитеттер жоқ? Пожалуйста, ортофосфор қышқылы. Өзінің ішектегі мынандай здоровый кишечникті, мынандай тесік кишечникқа араластырып, айналдырып жатқан осы. Енді төртінші проблема ол клетчатка қабылдамайды. Адамдар клетчатка еш уақытта қабылдамайды. Клетчатка деген жалпы не? Мен сіздер үшін мынандай зат дайындадым. Мына көрдіңіздер ме? Клетчатка екіге бөлінеді. Растворимый еритін клетчатка және ерімейтін клетчатка болып екіге бөлінеді. Мысалға, пайдаларын айтып кетейін, қараңыз. Нерастворимый клетчатка, біздің ішектерімізге өте жақсы көмектеседі и запор болдырмайды. Запор қылдырмайды ішекті. Растворимыйна қарын тойғызады и холестерин түсіреді и сахарыңызды контроль қылып тұрады. Ол қандай продуктларда клетчатка бар дейтін болсаңыздар, міне, пожалуйста. Тек осы продуктыны ғана айтпаймын, жалпы көп продукта бар клетчатка. Оның біреусі міне ноқат, авокадо бар, міне кунжут, алма бар, брокколилар бар, картофель бар, тыква, міне көрдіңіздер, помидор, овсянка, бәрінде клетчатка бар. Осы продукттың бәрін жесеңіздер здоровый боласыздар. Түсінесіз ба? Бір жақсы жері бұлар ағзаға түскен кезде, бұл продукттар, тек осы емес, жалпы клетчаткасы бар продуктылар, олар овощтар мен фруктылар көбінесе. Олар ағзадағы кишечниктардың структурасын восстанавливать ету көмектесетін заттар болып табылады негізінде. Содан кейін бесінші проблема, не үшін бізде ішегіміз қатып қалады, не үшін запор бізде постоянно, ол бізде витаминдер жетіспеуінен болады. Ол біріншісі категория витамин D жетіспеген кезде, екіншісі магний жетіспеген кезде. Өйткені магний нерв жүйесімен кишечниктің иннервациясына отвечать ететін компонент болып табылады, түсінесіз ба? Магний аз болған сайын сізде обязательно запор болады, ұйқымен проблем болады, и сүйектеріңіз, и мышцаларыңыз қақсайтын болады. 5 қателікті айтып бердім бе? Енді синдром дырявого кишечника деген зат бар. Не үшін сізде запор іші қатып қалады, не үшін сізде кожаңызбен проблема, не үшін шашыңыз түседі. Осының барлығын проблемасы, не үшін аллергия сізде, бітпейтін аллергия. Міне. Мұны қараңыздар. Мұнау біздің ішегіміздің структурасы осындай болады. Мұнау ішегіміздің ішкі қабаты, бұл жақта питательный заттар бар. Мұна төбесіндегі қабаты бұл ворсинка деп аталатын клеткалар. Бұл нормада осылай бір-бірімен барьерменен битіп жабылып тұру керек, проницаеміз ворсинкалардың аралары, түсінесіз ба? Барьер бол керек. Ал синдром дырявого кишечника болмаса тесік ішек синдромында бұлар жоқ, барьер жоқ. Барьер болмағаннан кейін
тамақтан келіп жатқан токсиндар, түсінесіз ба? Тем более сіз су ішпейтін болсаңыз, дұрыс емес тамақтанатын болсаңыз, жаман привычкаларыңыз болатын болса, бүткіл токсиндар ағзаға тарап жатыр. Не үшін кожаңыз бүлініп жатыр, не үшін шаштарыңыз түседі, не үшін сухой бәрі кожаңыз, тырнақтарыңыз сынады, витамин сіңбейді, ішіңіз қатып қалады. Өйткені міне, пожалуйста, аллергендар не үшін аллергия пайда болып жатыр? Міне мынадан токсиндар кіріп кетеді да қанға кетіп қалады, түсінесіз ба? Содан бізде проблеманың барлығы осы синдром дырявого кишечникадан. Ал енді іш қатуды емдеу жолдарын айтайық. Не қолдана аласыздар? Бірінші препарат Nature-Lax деп аталады. Екінші препарат Каскара. Бұлар ішті айдайтын дәрілер. Айтқан кезде запорды болдыртпайтын природный дәрі-дәрмектер, БАДтар деп есептеледі. Ішіңіз жүретін болады, ішіңіз қатпайды и привыкание тудырмайды, ең жақсы жері. Содан кейін псилиум, болмаса шелуха подорожника деген зат бар. Бір столовый ложкасын суға араластырасыз, ішесіз күнделікті түрде, ол клетчатка болып табылады. Айттым ғой, клетчатка не екен? Ол мынау біздің үлкен дәретімізді сыртқа қарай шығаратын зат болып табылады, итеретін, жүргізетін. Сол себепті псилиумды қабылдасаңыздар болады. Содан тағы не бар? Свечалар қолдансаңыздар болады. Мысалға, бесекадил, болмаса глицериновый свечи болады. Тоже запор кезінде жақсы көмектеседі. Шығаруға каловый массаны. Ол бәз кезде каловый массаны шығарып жүрмейді, ол просто позывқа шақырады, чтоб сіз үлкен дәретке отыру үшін, түсінесіз ба? Содан кейінгі айран немесе чернослив деген продуктыларды қолдансаңыздар болады. Тоже ішті жүруге көмектеседі. И бифидофилус, то есть микробиотаны біздің шектеріміздегі микрофлораны орнына келтіретін дәрі-дәрмек қабылдау керек. Мысалға, ең маған ұнайтыны бифидофилус. Мен обычно пациенттеріме осын жазып беремін. Өйткені бұл ішегіміздегі бүткіл пайдалы бактерияларды көбейтеді. А бактерия көп болған сайын біздің иммунитетіміз мықты болады. Но очаровательный кишечниктен алынған материал өте мықты. Оқып шықсаңыздар болады осы кітапты. Мынау бактерия өте маңызды. 80% иммунитет ішегімізде негізі. Содан кейін мынау медицинский статья, жалпы осы сығындыдан алдым мен, қазіргі ақпараттардың кейбіреулерін осы жерден алынды. Өте маңызды, оқып шықсаңыздар болады. Егер мен консультацияма жазғыңыз келсе, WhatsApp-қа жазсаңыз болады, мен сізге инструкция беремін, мен айтамын не істеу керек екенін, схемасын. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк, комментарий жазып кетіңіз. Сен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.